Бұл фильмде біз ойда жоқ жерде кезігіп белгілі болған бір құнды жаңалық туралы әңгіме етпекпіз. Осыдан біраз жыл бұрын бір кісімен Израильге сапарға аттандық. Жол бастаушымыз араб, орыс тілдерін жетік меңгерген еврей жігіті. Шам өлкесіндегі күллі қастерлі тарихи мекендерді аралаған болдық. Бірақ сапардың соңғы күні жол бастаушымыз жайсыз хабарды естіртті. Мұса пайғамбардың басына бара алмайды екенбіз. Себебі ол Палестина жерінде болғандықтан еврейлер кіре алмайды. Бәріміз жабылып, жол көрсетуші жігітті көндіруге тырыстық. Әуелгіде ол кесенеге жақынырақ алып барып сыртынан көрсетуге келісті. Қалай да баруым керек мен. Қайтып орала алмаймын мен. Осы жолы бәрін түгендеп қайтайын деп тұрып алдым. Олар қорықты енді. Біз барсақ олар бізге қару пайдалануы мүмкін. Бізді жібермейді. Арамыз нашар біздің. Дегеннен кейін мен айттым енді, мен мұсылманмын, олар да мұсылман, мен соларға бара жатырмын. Бірақ мына пайғамбар сіздердікі, Мұса пайғамбар. Енді мен сендерге тигізбеймін, мен жауап беремін. Атса алдымен мен ататы шығар, содан кейін сендерді атқызармын. Әйтпесе тигізбеймін. Сеніңдер маған деп алып бардым. Содан кейін бәрін асықпай көріп аралап, өте жақсы соғылған екен үлкен кезінде. Жаңағы шөл жерге соғылған екен. Бұл енді үлкен еңбекпен біткен дүние екен ғой деп бәрін қарадым. Жазуларына қарадым. Неге бұл мұсылман стилінде не соғылған? Сол жері түсініксіз болып тұрмаған дегенде айтты, мұны мұсылман адам соққан екен. Ол қандай мұсылман дегенде мына Египет елінің патшасы сол екен. Ойпырмай ол қандай адам, аты жөні белгілі ме дегенде бір айтулар үшінші енді осы Бейбарыс сұлтан деген патшасы соққан деп айтады деді. Сол кезде мен ішім жылып қойып берді. Ол енді біздің бабамыз болды ғой. Ол қандай адам екен, не істеген тағы деп сұрай бердім ары қарай. Сонда олар енді айтты жаңағы жас кезінде сол қарақшы болған екен бұрын. Содан келіп, әйтеуір соған патша болыпты. Содан келіп осы кісіге осындай соққан екен. Бірақ бір ол кісі емес, басқа адамдар да соққан деген хабарлар бар деп солардың бәрін айтты. Содан кейін аты қай жерде екен дегенде бір жерде жазу болу керек деді. Соның маңдайшасындағы жазуын түсіріп алып кетті мен. Алып келіп оқытып едім, о жерде Бейбарыстың аты шықпады о жазудан. Содан енді кезі мынау кейінірек келіп, мінекей 10 шақты жылдан кейін қайтадан барудың сәті түсті. Сол үшін біз сапарға шығып, Иерусалим қаласынан Өлі теңізге қарай жүретін күре жолдың бойымен 24,5 шақырым жер жүрдік. Енді міне сол жолдан бұрылып, мына кішкентай асфальт төселген жол бар, осы жол мазарға апарады. Осымен енді сол мазарға барайық деп бұрылдық. 24,5 шақырым жерде Өлі теңізге қарай бағыттағы жол. Міне сол жолдан шығып біз бір қырқадан кейін асып түстік. Осы жерде мына алдымызда көрініп тұрған сол Мұса пайғамбардың кесенесі. Шөлді жерде, таудың ішінде, өте адамдар аз тұрған жерде, сондай жерде мінекей. Енді соған барамыз. Содан кейін барғаннан кейін сол Израильден бір телеканалының операторын жалдап алдым келісіп. Ол өзі Ресейден барған, орысша да біледі, арабша да біледі, еврейше де білетін адам болып шықты. Соның енді камерасымен, аппаратурасымен оны алдым. Содан кейін енді бір араб маманын алдым, араб тілінің маманын. О да Москвада бітірген екен институтты. Орысша біледі, арабша біледі, сол хабары бар бәрінен. Содан кейін біраз адамдар сол алып баратын болды, бәріміз бардық. Бұл жолы да сол олар жібермейтін шығар, қалай болады деп барды, сескеніңкіреп. Барғаннан кейін ол енді шын мәнінде жаңағы иесі жуытпай, кіргізбей біраз әрекет жасады. Бірақ енді сөйлестік оныменен. Біз іздеп кеп тұрмыз, мынаны біздің елдің азаматы соққан, біздің бабаларымыз болады. Сондықтан іздеп кеп тұрмыз сол ізіменен.
соны анықтайық, сіз енді мұрша беріңіз бізге. Мынау адамдар ғылми адамдар, бұлардың барлығы. Сендерге зияндығы жоқ, бізге де зияндығы жоқ. Дегеннен кейін бір уақытта кілт өзгеріп, жаңағы жігіт кілтті менің қолым ұстады. Олайды. Содан кейін жақсы рахмет деп барып, ол ішіндегі мына арыстан баб қалай жатыр, солай жатыр екен. Мынау ғимараттың ішінде бөлек кішкентай соғылған бөлмеде дәл сондай бейіті ұзыннан соғылған, сондай екен, биік ұзыннан соғылған бейіті. Соған кілтті оң қолымен бұрап ашып, оң аяғымен аттап кіріп, сол жерде Құран оқыдық. Әр жерде жазулар бар екен. Ескі әр заманның жазулары бар екен. Олардың ішінен іздеп жүріп, сол ескі жазуды, сол бейіттің қасындағы бір үлкен жазу бар екен. Содан барып, осы болу керек деп ойланып, арабша білетін жігітіміз Зұлхар деген маманы жаңағы жазуды жөндеп шығара алмады. Біраз жерлерін түсініп айтады, ептеп, бірақ түгел жақсылап аудара алмады. Содан кейін айтты, бұл өте ескі жазумен жазылған дүние екен, бізге оқуға қиын мынау шығаруға. Деп сонымен тағы да бір тығырыққа тиылып қалдық қой деп ойландық та. Содан кейін оған айттық, осы енді бұл үлкен қала ғой Иерусалим, мұнда енді ғылым да дамыған, ғұлама адамдар да көп. Соның ішінен ескі жазуды білетін адам табылатын шығар, маман табыла ма дедім. Табылады ғой, әрине бар ондай мамандар. Онда біз сол адамды ақысын беріп, осыны жаңа жазуға аудартып алайық. Бізге бұл өте керек. Енді кететін уақытымыз жақындап қалды. Түнімен аударып жұмыс істеп берсе, біз не сұрайды, соларын беріп аударып алайық деп. Сонымен ол алып кетті, сол ғылымды іздеп, тез ғалымын іздеп жаңағы. Содан түнімен аударып, таңертең жеді алып келді, жарықтық. Одан енді жаңағыны оқытып, соның мағынасын қарағанымызда, тура солай іздегеніміздей шықты. Алдында олар айтқан, Салахиддин де соққан екен, басқа да соққан екен, деп сондай әңгімелер бар дегендерді айтып еді. Оның бәрі тоқтады, өйткені мына жазуда ешқайсының басқа адамның аты жоқ. Бұл тек қана сол бейбарыс сұлтанның соққаны болып шықты, сол кісінің ғана аты шықты. Сол жазу оқылып, сол жазу енді ашылды. Бұл құжат анық жазылған, жылы тұр, адамның аты тұр, жазған адамның аты тұр. Ол бір сол кездегі сұлу стилінде жаздым деп жазыпты. Бірақ енді жаңағыдай етіп аудартып алдық, ғұлама адамдарына жүрдім. Содан кейін қазіргі әріппенен, қазіргі сөздермен жазып шықты олар. Сол тексті алып келіп, біздің енді Қазақстанда да енді араб елінде, парсы елінде оқыған азаматтар бар, жақсы білімді. Солардың ұйымдастырып, бәрінің аударуымен қазақ тілінде шығардық. Сол тексті өте бұл кісіні қатты мадақтайды енді. Жақсы мінездемені кегінен береді. Расында Алланың мешіттерін Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендер салады. Тәубе сүресінің 18 аяты. Бұл қасиетті орынды Алламен тілдескен Мұса пайғамбардың алейхиссалам қабірін салу Сұлтан Бейбарыстың бұйрығымен болған. Исламның және мұсылмандардың сұлтаны, пайғамбарлар мен мұсылмандардың жәрдемшісі, сарайлардың қызметшісі, Фарах пен Шам өлкесінің құрушысы, залым кәпірлердің айласын өздеріне жасаушы, патшалардың мирасқоры, араб және басқа ұлттардың, түріктердің сұлтаны, заманының ескендірі, Құранды сақтаушы, исламның жанашыры, әділетсіздікті тоқтатушы, екі харам шәріфтің қызметшісі, халифалық келісімінің әміршісі. Алла тағала оның басшылығын абыройлы етті. Қажылықтан кейін
Құдыс мешітін зиярат етуімен Алла тағала оның бұл жақсы амалдарын қабыл етсін. Шам өлкесінің сұлтандарының қамқоршысы Алла оны үстем етсін. Әділетті қолдаушы, осы дүниенің сардары, дүние мен діннің тірегі. Жазған Мұхаммед бин Рихал. Алла оны кешірсін. Бұл хат Сулус каллиграфиясымен жазылды. Олардың ғалымдар айтады, бұл кісіні әлі көп зерттелген жоқ, бұл кісіні зерттеу керек. Өте көп жұмыс істеген бұл жерде бұл кісі деп. Мұса пайғамбар қайтыс болғаннан кейін Иордан өзенінің жағасына қойылған екен. Ол жер қазіргі Иордан мемлекетінің территориясында жаңағы біз барған жерден 50 шақырым жер екен. Сол жерде қойылғаннан кейін ол кезде Иордан өзені де толыққанды өзен болу керек, таситын кезеңі болу керек. Сол су тасып, мынау бейтін бұл кісінің шаятын болады. Шаятын болғаннан кейін бір өзінің жолдасы болған екен, бұл кісінің замандасы, сол замандағы. Ой, бұл қауіп болды ғой, енді болмады мына жерге деп, жаңа бейтті ашып, сүйегін ажыратып, барлығын жуып, киізге орап, соңғы түйеге мініп, алдына өңгеріп алып, тең қылып. Сөйтіп барып, биік бір төбеге солмайтын жерге қоямын деп, жаңағы жерді таңдаған екен. Сол жерге қойған, сол жерде енді шамалы бірдеңе тұрғызған болар, енді шамасы кемепті дейді өзінің, енді өзді. Дүние қат қой, енді үлкен ел басы, үлкен адамдар болмаса, басқаларда көп қаржы жоқ. Содан кейін шамасы кемей қалған екен. Содан енді Мұса пайғамбардың өмір сүргеніне 4000 жыл өтті ғой. Мынау кесененің соғылғаны 1267 жыл. Тура сол жылы қойылған. Мені бір жағы осы Мұса пайғамбардың жаңағы кесенесін таптық, оның тарихын аштық. Оған біздің еліміздің ұрпағы ұлы адам Бейбарыс сұлтан қолыменен соққан екен. Ол біз үшін үлкен абырой болып тұр, бір қуанышты жағдай. Осыдан 25 жыл бұрын енді егемендік алғанымызда бодандықтан шығып, өзімізге өзіміз серт беріп едік. Енді міне өзіміз егеменді ел болдық. Тарыдай шашылған елімізді жинап, тарыдай шашылып қалған тарихымызды жинап басын қоссақ деп, осындай біздің алдымызда мақсат тұр деп айтып едік. Мінекей осы жолы да сол шашылған тарының бір тарысы табылып, халқымызға қайтып келді ма деп отырмын. Мұса пайғамбардың жатқан жері осы. Мәйітін алып келген бұл жерге досы. Бұрынғы жатқан жерін су шайып кеткеннен соң, досы жинады осы жерге қоң. Қабірді қазып, мәйітті түйеге өңгеріп, келді осы төбені оң көріп. Алып келіп, әр сүйегін жуып, жаназа парызын жасап, қыбылаға қаратып, мүрде тұрғызсын деп, досына әрекет жасады. Бірақ келіңкіремеді шамасы. Келді көмекке мұсылман баласы. Жетті оның жасаған жақсылығы көкке. Міне, осы айтылған ақиқатқа қосып алар сөз жоқ сияқты.